Пәтер жалдап қалада тұрамыз. Времянка деген аты бар құстың ұясында 2 бөлмелі үйде 3 жанбыз. Әйелім Айғаным мен қызым Айкүміс және өзім. Шын атым Ермұрат. Бірақ жасым әлі 30-ға жетпесе де, келіншегімнен бастап танитындар түгел Ереке дейді. Ереке деген есімге ие болсам да, ер жігітке лайық іс тындырған жоқпын. Бұрын ауылда қарапайым тракторшы едім. Совхозымыз тарқап, техниканы ебін тапқандар түгел бөліп алды да, мен секілді қолы қысқалар далада қалды. Кемпір шалдың зейнетақысына көзімді сатып отыруға еркектік намысым ұстады да, қалаға жұмыс іздеп кеттім. Бір жетідей сандалып жүріп, бір жеке кәсіпкердің тракторын айдайтын болдым. Өзім талай айдаған белорус екен, бірақ ол сорлының құр қаңқасы қалыпты. Інім, айтқан теміріңді тауып берем, тек мынаған жан бітіріп берсең болды, деді қожайын. Бір айдың ішінде зымыратамын дедім. Сол бір ай 35 мың теңге берсем, риза боласың ба, деді Басекең. Ауылда жүргенде ондай ақша ұстап көрмеген басым, өз құлағыма өзім сенбей ойланып қалыппын да. Анау, інім, асынып тұрсың ба? Түстік асың да менің мойнымда, деді. Келістік аға, қандай қосалқы бөлшектер керек екенін жазып берейін, соларды тапсаңыз болды, дедім. Екеуміз қол алыстық. Жағдайымды білген қожайын 15 мың теңге аванс берді. Ертеңіне 5 мың теңгеге пәтер жалдап, қалаға бала шағымды көшіріп алдым. Тракторды айға жеткізбей аяғынан тік тұрғыздым. Сол трактордың астына түсіп, үстіне шығып, май-май болып жүргенімде жылтың-жылтың етіп бір жас жігіт күніге бір келіп кетуші еді. Кейін білдім ғой, ол қожайынның туған жиені екен. Тракторды оталдырып, апкаткадан шығарған күні қожайын келіп, інішек бір ыңғайсыз жағдай болып тұр. Жалғыз қарындасым бар еді, оның жалғыз ұлы бар. Қарындасым, тракторды жиеніңе бермесең ат құйрығын кесеміз деп үйден шықпай отыр. Сен айналайын ренжіме, өз қолыңды өзің кесе алмайды екенсің. Амал жоқ, тракторды жиеніме берем, сен өз әрекетіңді істей бер, деді. Не дейін, басым салбырап үйге келдім. Келіншегіме мүшкіл хәлімді айтып, дастархан басына енді отыра бергеніміз сол еді, қожайын келіп тұр. Інішек, өкпелеп жалақыңды да сұрамай кетіп қалғаның қалай, деді жымиып. Мен үндемедім. Міне ақшаң, деп газетке ораған затты ұстатты да, менің бір досым бар, сол ыңғайлы адам тауып берші деп еді, барасың ба, деді. Онда не істеймін, дедім оған салқын қабақ көрсеткен болып ренішімді білдіріп. Біріншіден, мынау өзің өмір сүріп отырған үйден 10 есе артық үйде тегін тұрасың. Келін екеуің сол үйге қарауыл боласыңдар. Күзетшілердің жалақысы аз болушы еді деп мүдіріп қалып едім. Бұрынғы қожайын, мен сені жаман жұмысқа жібермеймін. Жібі түзу жігіт екеніңді көріп, білген соң айтып тұрмын, деді. Біреу тегін пәтер, жайлы жұмыс тауып берсе, келіспейтін кеңкелес жынды емеспін ғой, келістім. Сен таңертең дайын отыр, өзім келіп ертіп апарамын, деп жарылқаушы көкем қайтып кетті. Таңертең уәдесі бойынша ерте келіп, маздасына мінгестіріп, қала орталығынан шеттеу көшелердің біріне алып келді. Қалеке, кеше өзіңе айтқан азамат осы кісі, деп мені сылың қара қапсағай денелі кісіні жолықтырды. Менің есімім Қалыбек, деп анау қолын берді. Ереке, то есть Ермұрат, дедім жалпылдап. Дұрыс, Ереке, мына ағаң сені мақтады. Ал енді негізгі міндетіңді айтайын. Мына тұрған қос қабатты времянка сенікі. Қаласаң үстінде, қаласаң астында жасай бер. Газ, жарық, суға, пәтерге, ақыға көк тиын алмайым. Келін екеуің осы үйді күзетесіңдер. Ақысына ай сайын 20 мыңды алақаныңа салып тұрам. Мына ашық алаңда біздікі. Осында құрылыс жұмыстары басталады. Құрылыс материалдары түсе бастайды, соларға бас көз боласың. 10-15 адам жұмыс істейді. Мүмкін соларға ас әзірлеу керек шығар. Реті келсе, ол жағын келінге жүктерсің. Аспаздың ақысын бөлек берем. Құрылыс біткен соңда осында тұра бересіңдер, жұмыс жетеді, деді. Рахмет аға, сеніміңізден шығуға тырысармыз, деп қуана-қуана келістім. Құрылыс ауқымы шынымен үлкен екен. Аумағы ат шаптырым алаңның жобасына мен де көз жүгірткенмін. Тойхана, ойынхана,
сауна, дүкендер мен автотұрақ бірігіп толық бір қалашық болмақшы. Өзім өмір сүріп жатқан времянканың дәл маңдай тұсынан 2 қабатты хан сарайындай тұрғын үй түсетін көрінеді. Құрылыс жұмысында болады деген Қалекең айтқан 10-15 адамның жалпы саны 50-ден артылып жығылатын болды. Олар да жұмыс істесе жанын салып істейтін жандар екен. Күндіз-түні бір дамыл таппайды. Ауысым болып жанығып істейді. Қайтсын, үйінен бала-шағасынан безіп, ақша үшін жалданып жүрген жұмысшылар ғой. Ерте көктемде басталған құрылыс қара күзге жетпей аяқталды. Салынған ғимараттарды көрсеңіз, аузыңызға шыбын жұмыртқалап кеткенше аңқиып тұра бересіз. Мұндай құрылыстың архитектуралық жобасын Қалекең қай елден алып келгенін бір Құдайдың өзі білсін. Тойхана, ойынхана, саунаның ішіндегі жиһаздарды қай елдік екендігін ойлап бас қатырудың өзі әбес. Менің ойлайтыным, осындай қыруар тірлікке Қалекең қаржыны қайдан тауып жүр? Құрылыс бітіп, қызмет істейтін жандар түгелденген соң тұсаукесер дейді ме, презентация дейді ме, ұлан-ғасыр той болды. Қалашығымыздың алдына шетелдік сылаңдаған сұлу көліктерге сыймай кетті. Тойхана мен ойынхананың ішіндегі ығай мен сығай жандарға қызмет көрсету үшін республикамызға танымал әртістер де шақырылған екен. Менің бір таңданғаным, мұндай тойда тос көтеріп сөз сөйлейтіндер аз болады екен. Сондықтан ба, жоқ әлде есімдері елге белгілі азаматтар болғандықтан ба, ішіп алып қуып кететіндер де тәлтіректеп жүрген бір жанды көрмедім. Біздің ауылда болса ғой шіркін. Мұндай көл-көсір дүниені көрген біздің жігіттер жарлының бір тойғаны шала байығаны деп, дастархандағыны шегіртке қаптағандай түгел жапырып, ішіп-жеп, досыңның асын дұшпандай іш, немесе дұшпаннан түк тартсаң да пайда деп, бір жасап қалар еді. Одан соң той есте қалатындай қызықты болу үшін қалайда қырғын төбелес шығарып, таңға жақын тарқар еді. Ал Қалекеңнің тойы белгіленген кешкі 19:00-де басталып, 22:00-де түгел тарқады. Рахат, қызығын біз көрдік. Мұрты бұзылмаған қазы-қарта, сан алуан салаттар мен тығынына тырнақ тимеген арақ-шарапты қызметте жүрген жігіттер мен қыз-келіншектер және Алматыдан арнайы келген әртістер көрді. Келесі күні түске жақын әрең тарқадық. Охрананың бастығы болдым. Той өткен соң Қалекең біздің үйдің алдындағы Бразилия стилімен салынған қос қабатты ғимаратқа көшіп келді. Осында жүріп, ол кісінің бала-шағасын тұңғыш рет көруім. Балалары, немерелері түгел жиналып, қоныс тойын 2 күн тойлап тарқады. Үйінде Қалекеңнің бәйбішесі мен бір қыз қалды. Өзімнің жобам бойынша ең кенжесі болу керек. Жоғары оқу орнында көп болса 2-ші курста оқиды деп топшыладым. Қонақтар түгел тарқаған соң Қалекең, қызметіңді көтергелі отырмын, сен осында тұрасың, сондықтан саған күзеттің бастығы болған дұрыс. Айлық жалақыңды өсірем, ай сайын 40-50 мың теңге берем. Осыған қалай қарайсың деді. Мен не деуші едім? Аға, сізге қарсы пікір айтатын жаман ініңіз мен емеспін. Сіз не десеңіз мен дайынмын дедім. Кеше ғана үстімнен солярканың иісі мүңкіп, қолым күс-күс болып жүруші еді. Осы Қалекеңе келгелі жағамның кірі кетіп, шалбарымның қыры сынбайтын болған. Енді міне қара костюм шалбар киіп, галстук тағып, ірі-бірі фирманың күзет бастығы болып шыға келдім. Бір сөзбен айтқанда, адам қатарына қосылдым. Қосқан Қалекең. Енді Қалекеңді аға демегенде кімді аға дейін? Бірге туған ағаларым мұндай жақсылық жасамайтын шығар. Келіншегім Айғаным да бұрынғыдай тыйын санамайды. Қала аралап, қалаған затын сатып алады. Күзет бастығының міндеттерін толық білу үшін өзге фирмаларға барып тәжірибе жинақтадым. Бір күні Қалекең кабинетіне шақырды. Жетіп бардым. Стол үстіндегі бір қағазға үңіліп отырған ағайым біраз үнсіздіктен соң басын көтерді де, қарағым, менің 3 ұл, 1 қызым бар. 3 жыл 3 қалада жұмыстарын дөңгелетіп жүр, Құдайға шүкір. Қыз кенжем. Білесің, шамалы еркелеу. Сол қыздың соңғы кезде мінезі өзгеріп барады. Оқуында тастап кетті. Бүгін анықтадым, саған тапсырма, қызды үйден шығармайсың. Бой бермей шығып кетсе, оған білдірмей аңдайсың.
жүрген жерін, барған жерін, кімге жолыққанын түгел түсіре бер, деп шағын видеокамера берді. Аға, сіз не десеңіз бәрін орындаймын ғой, бірақ еркелеу өскен Лира қарындасым айтқаныма көнбей, алдыңызға ұятқа қалмайын дедім. Қызыма өзім айтамын, домашний арестің деймін, бірақ сенің бақылауыңда болсын. Шешесі де үйде болмайды, ол ертең емделуге шетелге жол жүреді. Қалекеңнің қандай қызметте екенін білмеймін, сұрағанда емеспін, ыңғайсыз ғой. Ал жеңгеміз Сырғалы жаңа салынған тойхана, ойынхана орталығының директоры секілді. Осы орталық іске қосылғалы сол кісі осы жерден шықпайтын болған. Бұрын туристік фирманы басқарған, бірнеше дүкені бар деп естігенмін. Жеңгеміз шетелге ұшып кеткен күннен бастап мен қызыл ягуардан көз жазып қалмауды ойладым. Ол Лира қарындасымыздың ауыл арасында мініп жүретін көлігі. Шетелдік сұлу машина. Ағамыз мен начальник охрана болған кезде мынау сенің жорғаң, бастық адамға жаяу жүрген жараспайды деп ВАЗ-2199 маркалы үстіне әлі шыбын қонбаған су жаңа машина берген еді. Мен жарылқаушым жасырын берген түсіргіш камераны да сол машинаның ішіне тығып қойғанмын. Бақылауға алған алғашқы 2 күнде Лира үйден шықпады. 3-ші күні кешке қарай қарындасым қызыл машинаға мінген кезде жанына келдім де: Лира қарындасым, айып етпе, папаң қызметке кетерде қызым үйден шықпасын деп маған тапсырған еді, ренжіме, бұйрықты орындауға тиістімін дедім. Білемін аға, папаға білдірмейміз, екеуміз келіссек болды ғой, деді күлімсіреп. Лира, мен ағаны сыйлаймын, сол үшін ол кісінің айтқанын екі ете алмаймын, дедім. Қыз маған қарап: сіз шынымен мені жібермейін деп тұрсыз ба? Деп ягуарды дыр еткізді де оталдырып қақпаға қарай беттеді. Қақпа алдындағы күзетші жігітке қақпаны ашпа деп белгі бердім. Қақпа алдына келіп кілт тоқтаған қызыл машинадан басын қылтитқан Лира ана жігітке: әй, қақпаны аш, деп бұйырды. Ана жігіт екі оттың арасында қалғандай біресе маған, біресе қызға қарап жалтақтап тұр. Әй, аш дедім ғой саған қақпаны, деп қыз ызаға булығып айқай салды. Күзеттегі жігіт мені иегімен көрсетіп иығын қиқаң еткізді. Болды, сен бүгіннен бастап боссың. Әр айда итіңді суғар, мамбет, деп қолын сермеп еді. Мен жанына келіп: Лира, ашуды бас. Бізді қызметке сен алған жоқсың. Біз өз бастығымыздың бұйрығын орындаймыз, дедім. Ызаға булыққан қыз машинадан атып шықты да: ендігі ісім сендермен болсын, деп телефонына жармасып біреулерге хабарласып жатты. Хабарласқан адамы тұтқаны алмады білем. Телефонын сумкасына салып біз жаққа қарап: ей, лакей, поставь машину на место, деді де үйіне қарай тез-тез басып бара жатты да, кілт тоқтап, қайтадан қол сөмкесінен ұялы телефонды алып әлдекімге қоңырау соқты. Слушай, мен бара алмайтын болдым. Меня на замок закрыли. Да нет, я дома. Сен Жаннаны маған жібере қойшы. Мейлі, маған бәрібір. 4-5 емес, неге 10 адам болмайды? Есеп қисап менен. Обещаю. Слушай, менің алдаған кезім болды ма? Білмеймін. Өмір бойы қамауда болмайтын шығарым. Отвечаю. Айттым ғой мен төлеймін деп. Прошу, Жанканы тез жіберші. У меня ломка, понимаешь? Ломка, деп қыз телефонға айқай салды. Бастықтың қызы нашақор екен. Бізден қаймығып не ұялып тұрған қыз жоқ. Күзетші жігіт қызыл ягуарды күнделікті тұратын орнына айдап апарып қойды. Мен оның жанына келіп, қожайынның қызы қалай қоқаңдаса да қақпадан шығарушы болма, дедім. Өзім өзге орындағы күзетшілерді тексеруге кеттім. Кешкі асымызды ішіп бола берген кезімізде қақпа алдында тұрған жігіт телефон соқты. Командир, күзетшілер мені солай айтатын еді. Қақпа алдында бір топ қыз жігіттер тұр. Лира үйіне шақырған екен. Не істейін, деді. Жібер, үйге адам кірмесін, деген бұйрық жоқ, дедім. Содан түннің бір уағында әлгі жігіт қайта қоңыраулатсын. Командир, мынау үйге бір сойқан болып жатыр. Өзіңіз келіп көріп кетіңіз, деді. Киініп қақпа алдына келдім. Күзетте тұрған екі жігіт жарыса сөйлеп тұр. Командир, Лира қарындасымыздың достары жынданып жатыр. Біздің ойымызша олар түгел нашақорлар-ау. Тырдай жалаңаш шешініп тастаған.
меңіреу адамдарға ұқсайды, ләйліп жүр, ештеңені сезетін емес деп асығып-аптығып баяндай бастады. Біреуің менімен жүр дедім де қос қабатты үйге беттедім. Баяу музыканың үні естіліп тұр. Сыртқы есік ашық екен, ішке кірдік. Алдыңғы кең холда жалаңаш бір еркек жалғыз өзі теңселіп билеп жүр. Төрдегі диван үстінде жартылай жалаңаш бір бикеш шалқасынан түсіп ұйықтап жатыр. Оның жанында жерде шалбары бар, көйлегі жоқ бір жігіт қытайлы қымбат вазаны бұтына қысып алып, ыңылдап өлең айтып отыр. Көзін тас қылып жұмып алыпты. Ортадағы 32 орындық ұзын столдың әр жерінде шашылған, төгілген тағамдардың қалдықтары мен ішімдіктердің шөлмектері астан-кестең болып жатыр. Сынған, қираған ыдыс-аяқтардың арасына науқастарға дәрі егетін шприцтерді алып, үңіліп қарап тұр едім. Жаныма еріп келген жігіт: «Командир, бұлар түгел наркомандар екен ғой, қараңызшы», деп стол үстінде шашылып жатқан ақ ұнтақты көрсетті. Лираны іздеп екінші қабатқа көтерілдік. Бұл үйдің құрылысын жақсы білетіндіктен тіке қыздың бөлмесіне қарай тарттым. Онда жетпей дәлізде еден үстінде аймаласып жатқан жұп кездесті. Олар бізді елейтін емес. Жандарынан айналып өтіп кеттік. Лираның бөлмесіне келіп тыңдадық. Дыбыс жоқ. Таң қалдық. Ешкім дыбыс бермеді. Ішке кірдік. 4 адам қатар жатса тарлық етпейтін төсек үстінде Лира қыз қос еркектің ортасында жалғыз өзі тырайып ұйықтап жатыр. Үшеуінің киімі әр жерде шашылып қапты. Бұларды біз жөнге сала алмаймыз. Дәл қазір көшеге де шығарып тастай алмайсың. Милар айналып уланып айналма болған қойдай әрқайсысы әр жерде домалап қапты ғой, дедім. Сонда маған қасымдағы серігім: «Командир, және бір қыз болу керек. Қызыл көйлекті сол көрінбейді», деді. «Көйлегін шешіп тастаған шығар», дедім күліп. «Шешіп тастаса да танимын. Олар 5 жігіт 3 қыз болып келген. Қазір Лираны қосқанда 3 қызды кездестірдік қой, біреуі қайда?» деді. «Іздейік», дедім. «Көп бөлмелердің есігін ашып ішке үңілеміз. Жабық есіктерге құлағымызды жапсырып тыңдаймыз. Жоғары қабатты түгел аралап төменге түстік. Жалаңаш бесші еркекте құлапты. Бұрышта тұрған кісі бойы телевизордың тасасына барып пырылдап ұйықтап жатыр. Оң жақтағы есікті барып ашып қалсақ, қызыл көйлекті қыз бір дорба затты арқалап дәл есік алдына келіп қалған екен. Ол бізді көріп шыңғырып жіберді де әрі қарай қаша жөнелді. Қолындағы дорбаны тастай салды. «Тыныш, айқайлама», дедім. Қыз үлкен терезе алдында тұрған жазу столының астына кіріп кетті. Бұл бөлме Қалбек ағамыздың жұмыс бөлмесі болатын. Кітапханасы десек те болады. Қыз тастаған дорбаның аузын ашып қарасам, іші тола әртүрлі қымбат бағалы заттар екен. Стол астына кіріп кеткен қызыл көйлекті қыздың білегінен ұстап, сүйреп шығарып алып едім. Ол: «Аға, ұрмаңыз», деп дірілдеп тұр. «Сен кімсің?» дедім даусымды қаттырақ шығарып. «Мен Жаннамын, Лираның подругасымын», деді. Серігім сонда: «Подругаңды тонап қайда қашып барасың?» деп еді. Мен жай әшейін деп тұтығып тұрған қызды жетелей жөнелдім де қасымдағы серігіме дорбаны ала жүр дедім. Қызды жетелеп әкелген бойда өзім тұрып жатқан үйдегі бос бөлмеге қамап тастадым. Дорбаны күзетшілер бөлмесіне апарып қойдық. Бастық таңертең 7-де тұратын әдеті бар еді. Сол уақытты күтуге тиістімін. Ол жеңгеміз емделуге кеткелі үйінде түнемей жүр. Соған қарағанда өзге әйелі не көңілдесі болу керек. Таңертең ерте ағайдың ұялысына телефон соқтым. «Аға, ерте қоңырау соққаныма кешірім өтінем. Уақытыңыз болса келіп кетіңіз. Үйіңізде бір топ нашақорлар түнеп жатыр. Солардың ішінде бір ұрыны ұстап қамап қойдым», дедім. 10 минутта жетемін, деді. Жүгіріп барып Лираны ояттым. «Айналайын, тез тұрып, ең болмаса өзің киініп ал, қазір әкең келеді», дедім. Бетіме ежірейе қараған қыз «Иди к черту» деп теріс айналып жатты. Қыздың жағынан шапалақпен шарт еткізіп бір салып қалдым да: «Бізден ұялмасаң ұялма, әкең келе жатыр, әкең, түсінесің бе? Туған қызының мына жатысын көрсе, ол сорлы не дейді? Өз қолымен сені қыңылғындырып өлтіретін шығар. Бол, тез киін», деп сүйрелеп еденге түсірдім. Қыздың миына енді бірдеңе жеткен секілді. Ол
Төсектегі жалаңаш қос еркекке бір қарады да видимо перебрала деп орнынан тәлтіректеп әрең тұрды да киімдерін жинастыра бастады. Дәл осы кезде сыртта машинаның сигналы естілді. Қалекеңнің машинасы екенін үнінен таныдым да сыртқа қарай ұмтылдым. Жолда жатқан ғашыққа сүрініп кетіп бет-бетімнен түстім. Ол екеуін іштей бір сыбап алдым да орнымнан атып тұрып жүгіре жөнелдім. Ағамыз қақпадан кіре салып үйіне тіке тартты. Мен кідіріп сыртта тұрып қалдым. Сәлден соң іштен шар ете қалған әйел дауысы шықты. Одан соң ғасыр тұсыр дыбыс естілді. Сыңғыр етіп шыны сынды. Терезе ашылып, Қалекең сыртта тұрған маған айқай салды. «Әй, мелшиіп не істеп тұрсың? Шақыр жігіттерді!» деп бұйырды. Қақпа алдындағы екі жігітпен Қалекеңнің джипін айдайтын шопыр баланы ертіп ішке кірдік. Екінші қабатқа көтерілдік. Көзіме бірінші түскені Лираның мұрнынан қан сорғалап, дәліздің бұрышында жүрелеп отыр екен. Әбері болғанда үстіне көйлегін киіп үлгеріпті. Қалекең өзі қызының бөлмесіндегі екі жігітті тепкінің астына алып жатыр екен. 60-тан асып кеткен жан ғой, ырсылдап әп-сәтте ентігіп қалыпты. Маңдайында тер тамшылары көрінеді. Мына малғындарды түгел далаға сүйреп апарып байлап тастаңдар деді. Одан соң маған қарап, Ереке, осы қалыптарында лентаға жазып алғаның дұрыс-ау деді. Аға, ол жағын тындырып қойғанмын дедім. Оным рас еді. Қызыл көйлекті қызды қамаған соң жалғыз өзім үйге кіріп есірткіге елтіп, әр жерде күшәла жеген итке ұқсап, домалап жатқандарды түгел бейнекамераға жазып алғанмын. Неге екенін өзім де білмеймін, жалаңаш жатқан Лираны түсіргенде үстіне жамылғы жауып қойғанмын. Жаным ашыған шығар. Әкесіне ме, жоқ қызына ма, ол жағында ойлаған жоқпын. Жартылай жалаңаш, тырдай жалаңаш тобырды тоқпақтап далаға алып шықтық. Есеңгіреген қыз-жігіттердің естері кіріп, киімдерін түгендеп, асығыс киіне бастады. Басекең байлап тастаңдар деген сөзін қайталаған жоқ. Сол бұйрықты біз де естімеген болып тұрмыз. Тұнаушысы қайда деді сыртқа шыққан ағамыз. Бір жігіт барып қызыл көйлекті қызды ертіп шықты. Қызды көргенде Қалекеңнің көзі дөңгеленіп кетті. Ол анаған таңдана біраз қарап тұрды да, «Ей, сен Жанка емессің бе?» деп еді. Қыз маған қарады. Қалекең де маған қарады. Мен күзетшілердің бөлмесіндегі дорбаны алдырдым да ағаның алдына қойдым. Қалекең дорба ішіне үңіліп қарады да, «Ой, әтаңа нәлет, Жолдыбайдың жолда туған жәлебі, асымды ішіп дастарханыма түкіріп жүр екенсің ғой», деді де қыздың бетіне салып қалды. «Ағатай, кешіріңізші, ағатай құлыңыз болайын, мен білмей қалдым, кешіріңізші» деп Қалекеңнің алдына тізерлеп отыра қалды әлгі қыз. «Қане, түгел аты жөндеріңді, үйлеріңдегі телефон нөмірлеріңді айтыңдар», деп бұйырды ағамыз. Аналар кезек-кезек мекен жайларын айтып, дірілдеп тұр. Тек бір қыз ғана, «Сен шал өз ісіңе басыңмен жауап бересің. Тілімді кесіп алсаң да атымды, адресімді айтпаймын» деп безірейіп тұр еді. Әлгі шал, «Айтпасаң айтпа, барлық істі сенен бастаймын» деп шетте тұрған жалба шашты жігіттің шашынан уыстап ұстады да жұлқып тұрып қалды. Жігіт, «Ой, пахан, больно же» деді. «Больно да? Больно болмау үшін мынау бетіңнен зәрі шығып тұрған қайдаудың қызы, соны айт» деді. «Айтамын, ол Шанхайдың қызы Лаура» деді. Қалекең жігіттің басын бір сілкіп итеріп жіберді де Лаураға қарап, «Ал енді не дейсің? Шайхан әкеңді қазір шырылдатып алдыңа алып келемін» деп еді. Қыз сонда, «Ол сенің бұл ісіңді кешірмейді, сен өліксің» деп темекісін аузына апара бергенде Қалекең қыздың бұтынан бір тепті де етбетінен түсірді. «Қане, жазып болдың ба? Маған бер, кімнің қандай өлік екенін көрейін» деп есірткі құмарлар айтқан тізімді қолына алып, көз жүгіртіп шықты да, «Шайханның нөмірін кім білет» деді. Әлгінде шашы жұлынған жігіт, «Мен білемін» деп телефон нөмірін айтқан еді. Ыңырсып жатқан Лаура, «Скотина, стукач, баба, сатқын, қатын» деп жерді жұдырығымен тоқпақтай жөнелді. Қалекең ұялы телефонын алып қағазға қарап тұрып нөмірлерді тере бастады. Күзетшілердің біреуі оған орындық әкеліп берді. «Алло, маған Шайхан керек». Өзіңбісің? Мен Қалекеңмін. Танысаң орынды. Слушай, Лаура деген жексұрындау қызың бар екен ғой,
Сол бала менде тұтқында отыр. Иә, тұтқында. Ұрлаған жоқпын. Ұрлатқан да жоқпын, өзі келіп қасып қақпанға түсті. Мен Құдайдан ғана қорқам. Сол үшін өзіңе хабарласып отырмын. Мен саудаласпаймын. Қызыңның құнын өзің білесің. Болды, ойланып өзің хабар бересің, деді де маған қарап, Лаура қызды қамаңдар, деді. Жанкадан босаған бөлмеге Лаураны апарып қамап тастадық. Қалекең түнгі қонақтардың әке-шешелеріне дәл осылай кезек-кезек хабар беріп, бәрін қаматып тастады. Есік алдындағы хауыз жанында аппақ мәрмәр тастан өндіріп, әшекелеп салдырған бастырма ішіне дастархан жасатып, өзі сонда жайғасты да, Ереке, өзіңнен өзгелер жұмыс орындарына бара берсін, сен бері кел, жаныма отыр, деді. Үнсіз келіп дастархан шетіне отырдым. Інім, неге екенін өзімде жөнді түсінбей жүрмін. Сені ет жақын бауырындай жақсы көремін. Жан жағымда мен үшін жанын қиятын жігіттер жетерлік. Бірақ сен ерекшесің. Ауылда өсіп, ауылда қарапайым тракторшы болып, қулық сұмдықтан алыс жүргенінің ұнататын шығармын. Байқаймын, қала өміріне сен де төселіп қалған секілдісің. Солай бола тұра, Басеке, сіз осы қандай жұмыс істейсіз, немен шұғылданасыз, көл-көсір дүние қайдан қалай келіп жатыр деп бір ретте сұраған жоқсың. Өзім айтып, өзім берген ақшаға риза болып, томпаңдап тірлігіңді істеп жүре бересің. Оның да дұрыс шығар. Иә, өмір деген арпалыспен өтеді екен ғой. 5 күн жалған дүние деп бекер айтылмаған. Бұл өмірде өзің үшін талпынбасаң ешкім ештеңе бермейді. Бар болса тартып алады, ұрлап алады, қорқытып алады. Сені тұралатып тақыр жерге отырғызып кетуге асығады. Бұл заман күштілердің заманы. Жанында жолдас болып жүрген жігіттердің өзі дүние үшін сатып кетеді. Көзіңе күліп қарап тұрып, ішінен осыны қалай жайратсам екен деп ойлап тұрады. Інім, мен әуелі өзің секілді қарапайым жұмыстан бастағанмын. Содан соң басшылық қызметтердің құлағына жармастым. Міне, сол жармасқаннан әлі жармасып келем. Алысып келем, жұлысып келем. Уақыт өтіп, заман өзгерді. Бірақ адам өзгерген жоқ. Адамдардың есіл-дерті билік басында болу, мол дүние табу. Кедей бай болсам, бай құдай болсам дейтін екен ғой. Мен кедей емеспін, баймын. Бірақ құдай болуға ұмтылмаймын. Жаратқан ем кешірер. Байлардың арасында Басеке деген бәле бар. Өле-өлгенше күндіз-түні жатсаң-тұрсаң ойыңнан кетпейтін кесел. Асып төгіліп жатса да болған үстіне бола берсін дейсің. Ең соңында тоналасың, немесе жүйкең жұқарып кеселге ұшырайсың. Ереке, 3 ұлым бар, білесің. Олар да менің жолымды қуған. Өзім жолға салып жібергенмін. Олардың дәулеті менікінен кем емес. Мына жалғыз қыз шіріген жұмыртқа болып. Атымды әбден былғат. Өз қолыңды өзің кесіп тастау қиын екен. Не істерімді білмей езіліп отырмын. Мынау тобырды көрдің ғой? Олардың әке-шешелері де дәл мен секілді шірген байлар. Ақшамен самаурын қайнататындар. Бірақ бәрінің мойнында қарапайым халықтың маңдай тері, көз жасы бар. Қарғысы бар десем де қателеспеймін. Мүмкін содан шығар, соңғы жылдары жолым болмай, жатаған есектей болып барамын. Анау емделіп жатқан жеңгеңнен өзге және 2 жеңгең бар. 3-шісі өзің қатарлы. Бала шаға түгел біледі оларды. Бәйбішем аурушаң болған соң өзі рұқсат берген. Рұқсат бермеген күнде де менің тоқтамасымды біледі. Байқайым, соңғы жылдары ол да дүние мүлікке салғырт қарайтын болып қалды. Қолда барда қыдырып, ел жер көрейін дейді ме, жыл сайын шетелдерге 5-6 рет барып, демалып, емделіп қайтады, деді. Бір кезде Қалекеңнің ұялы телефоны құлынша кісінеді. Ағамыз маған қарап жымиды да, көзін бір қысып қойып, телефонды құлағына тосты. Алло, иә, айттым ғой, құнын өзің кес деп мен әлдекімдерге ұқсап ұсақтанмаймын. Иә, жарайды. Қызыңды қырғыз базардың алдында күт. Менің адамым алып барады. Сен өз адамдарың айт, менің жігітіме көз алартушы болмасын. Менің айтқаным болмаса, қызыңның концертін кешке жергілікті теледидардан көресің. Түндегі тірліктерін толық жазып алғанбыз, деді де телефонды дастархан шетіне қойды.
Сәл ойланып отырды да маған қарап, ал Ереке, жаман ағаңның ойына бүгіннен бастап сен де араласасың. Қазір Шайханның Лаурасын машинаңа салып ал да Қырғыз базарға бар. Жаныңа өзіңе ұнайтын сенімді 2 жігітті ертіп ал. Олар өз қызын өзі сатып алады. Саудаласпа, берген ал да ізіңше кері қайт. Бүкіл денесін ағзасын есірткіге улаған сұмырайларды бүгін тегіс сатамыз деді. Нашақорларды сатып жібердік. Қалекең айтқан Қырғыз базардың қарсысындағы автобус аялдамасынан шамалы өтіп барып тоқтағанбыз. Жанымызға бір жігіт келіп, машина ішіне үңілді де «Лаура, выходи» деді. Қыз орнынан тұрмақшы еді. Мен оның иығынан басып қайта отырғыздым да бейтаныс жігітке «Жақсы жігіт әуел сәлемдесет» деп едім. Ол да бір қыршаңқы екен. «Сәлем беретіндей сен Меккеден келіп бе едің? Жоқ, әлде Құдай қосқан құдан ба едің?» деді. «Меккеден келмесем де құда болып қалуымыз мүмкін. Қазірше қыз бізде, қалың мал қайда?» дедім. «Маратик, онда стал меня, атып тасташы өзін» деп Лаура жұлқына бастап еді. Мен «Маратик, қане атып тасташы, ата алмайсың, иә?» «Иә, артыңа қара, ату үшін де жүрек керек» дедім. «Лаура, извини» деп жігіт қызға жалынышты көзімен бір қарады да маған бұрылып «Қанша сұрайсың?» деді. «Саудаласатындай сен базарда тұрған жоқсың. Шефің қанша беріп жібер, түгел бері шығар. Ойланатын уақыт жоқ, бол тез» дедім. Жігіт жан қалтасынан пакетке салынған түйіншекті алып маған берді. Ашып қарасам, ақштың ақшасы екен. Санаған жоқпын. Жанымдағы жігіттерге қарап, қыз «Марат, иттікі, жіберіңдер» дедім. Лаура сыртқа шықты да машина ішіне қайта үңіліп, менің бетіме шапалақпен салып қалды да «Сені бастығыңмен бірге түрмеде шіртем. Оны істемесем атым басқа болсын» деп қарғанды. «Сенің атың онсыз да басқа» деп жанымдағы жігіт мырс етіп күліп жіберді. Үйге қайтып келсек, Қалекең дәл сол базар алдына 2-ші клиентті даярлап қойыпты. Жалбыр шашты жігітті де машинаға салып алып базарға апарып сатып қайттық. Одан кейінгі кезек түнде дәлізде аймаласып жатқан қыздікі болып шықты. Жанымдағы бір жігіт құлағыма «Ереке, мына қыз маған ұнап келеді. Жолда белімізді бір суытып алсақ қайтеді» деп сыбырлап еді. Мен оған «Ұнаса түнде не бітірдің?» дедім. Ол болса «Түнде құр қалды дейсіз бе? 4 қыздың 4-еуін де тындырғанбыз» деді. Мен оған таңдана қарап «Лиранда ма?» дедім. Ол басын шұлғыды. Кезек-кезек сыбырлап келе жатқанымызда базарға да жетіп қалыппыз. Еденшіл қызды сатып алуға шешесінің өзі келіпті. Шешесін көрген қыз «Мама» деп мойнына асыла кетті. «Мынаны кімге берейін?» деп келген әйел қолына конверт ұстап тұр екен. «Қызыңыздың сүйіншісі болса маған беріңіз» деп әйелдің қолындағы конвертті жұлып алдым да «Ішіндегісін санайын ба?» дедім. «Санасаңыз санаңыз, келісім бойынша күйеуім санап берді» деп әйел лыпылдап тұр. Қызды иесіне тапсырып өзіміз кері қайттық. Қалған тұтқындарды да дәл осылай сценарий бойынша сатып, ең соңында Лираның досы Қалекеңнің асын ішіп, дастарханына түкіріп жүрген жанына қалды. Оның әкесі Жолдыбай қоңырау соқпады ма, жоқ әлде өзара келісім алды ма, қызыл көйлекті қыз қамауда қалып қойды. Күн бата Қалекең «Ұры қызды менің машинама салыңдар» деп бұйрық берді. Оның сөз ырғағына құлақ тіксеңіз, менің машинама бір қап картоп сала салыңдар дегендей болды. Машинаға мінгізіп жатқанымызда қыз «Мені қайда апарасыздар?» деп көзі жасқа толып үрейі ұшып барады. «Қорықпа, жайлы жерге барасың» деп салдым. Осы кезде Қалекең де үйінен шығып еді, біз машинадан шеттей бердік. Қалекең ымдап мені оңаша алып шықты да «Айналайын, інім, мен 3-4 күн болмайтын шығармын. Осындағы шаруаға өзің түгел бас-көз боласың. Тойхана, ойынхана, дүкендердің меңгерушілеріне түгел ескерттім. Олар менің бірнеше күн болмайтынды білмейді. Сен де білдірме. Ал анау қарындасың сазайын тартып жатыр. Келінге айт, хабар алып тұрсын. Сөйте ғой, осы қаладағы сенімді жан жалғыз өзіңсің» деп арқамнан қақты. Лира әбден жалынды. Қалекең қара джиппен қызыл көйлекті қызды қайда алып кеткенін түсінбей, біз аң-таң болып тұрып қалдық.
Жанна қыз ұрлаған заттарды қызметші қызға апарып беріңдер, орын-орнына қойсын деп едім. Қақпа алдындағы күзетші жігіт: командир, ол қызды қожайын қуып жіберді деді. Тұтқындарды сатып жүріп, ол қызды не үшін жұмысынан босатқанын да білмей қалыппын ғой. Қалекең үйінің әр бөлмесінде, әр жерде тұратын заттарын үйге кіргізіп, кітапхана бұрышына қойдым да Лирадан хабар алайын деп екінші қабатқа көтерілдім. Қыздың бөлмесінің есігін қақтым. Ыңырсыған дыбыс шықты. Шамалы тосып қайтадан есікті қақтым. Кіре бер деген әлсіз дауыс естілді. Лира өз төсегінде жатыр екен. Екі көзі ісіп кетіпті. Жылағаннан емес, соққыдан екені көрініп тұр. Лира, халің қалай дедім. Даусым жарықшақтанып шықты. Қыздың соққы жегеніне өзім кінәлі екенімді біліп тұрмын. Рахмет, таңертең келіп киіндірмегеніңізде әкем мені шынымен бауыздап тастайтын еді. Сөйткеннің өзінде істегені мынау, көріңіз, деп халатын көтеріп теріс бұрылып еді. Менің көз алдымда бұлдырап кетті. Себебі қыздың таңертең өзім көрген денесінен елесте қалмапты. Жон арқасынан таспа тілді деген сөз миыма шақ ете қалды. Бойжеткен қыздың аппақ денесіне киіз үйдің керегесін әкеліп жапсыра салғандай. Айқыш-ұйқыш қамшының ізі. Кей жерлерінен қан шығып қайта бастапты. Ойпырмай, өз қызы ғой, қандай тас жүрек адам деп іштегі ойым сыртқа шығып кетті. Ағатай-ай, сіз алған ақшаңызға, басыңыздағы уақытша баспанаға мәз болып жүрсіз. Менің әкем өте қатыгез адам. Осы күнге дейін бір баласының маңдайынан сипап айналып көрген емес. Жалғыз мені еркелетуші еді. 22 жыл алақанына салып жүріп, бір күнде сойып салды ғой деп солқылдап жылады. Лира, жеңешеңді жіберейін дедім. Аға, сізден кешегі бүгінгі қылықтарым үшін кешірім өтінем. Кешіріңіз деп жақындап, жеңешемді әуре қылмай-ақ қойыңыз. Сізге айтар бір өтінішім бар. Соны орындасаңыз, бар сырымды өзіңізге ақтарып салар едім, деп жалынышты үнмен. Айта ғой, қолымнан келсе орындайын дедім. Қолыңыздан келеді. Ең әуелі тісімнен шығармаймын деп сөз беріңіз, деп жымиып күлгендей болды. Онысы тым ерсі көрінді. Көп болып ісіп кеткен бетке күлкіде жараспайды екен. Ереке, аға, мен есірткіге уланған жанмын. Бір сөзбен айтқанда, наркоманмын. Бізде ломка деген болады. Қазақша қалай айтсам екен? Әлгі бәлені уақытылы қабылдамасаң, денең құрысып, қаның жүрмей қалғандай, буын-буының икемге келмей, аяқ-қолың тырысып, жаның шығып кететіндей қиналасың. Ал есірткіден бір иіскесең немесе инемен ексең, жаның жай тауып, рахат сезімге бөлінесің. Маған сол ломка таяп қалды. Өтінішім сол, маған бір доза әкеліп беріңіз деді. Ойбай, ондай бәлені айта көрме. Онан 1-2 күн қиналасың, шыдарсың. Сол бәлен тастасайшы дедім. Қыз жылап жіберді. Ағатай, тастау оңай болса, әлдеқашан тастар едім. Әкемнен де бұлай таяқ жемес едім ғой. Маған емделу керек. Наркологтарға көрінуім керек. Емделгенше әлгі доза болмаса өліп қаламын. Немесе өзіме өзім қол жұмсаймын. Шыдай алмаймын деді еңіреп отырып. Айналайын-ау, ол бәлені қайдан табам? Өмір көрген емеспін. Оның түрі де көп көрінеді ғой, деп шошып. Қол ұшын беріп, қарындасыңызды аман алып қалыңыз. Көмектесем десеңіз, жол жобасын өзім айтамын ғой, деді жалынғандай болып. Амал жоқ, өзің үшін қылмысқа барамын дедім. Аға, 1001 түн деген түнгі клуб бар. Естіген шығарсыз. Соның алдына барып оңаша тұрсаңыз, есірткі сатушылар өздері келеді. Шөп бар, ұнтақ бар деп сыбырлайды. Солардан аласыз. Ол жерде ешкімді кездестіре алмасаңыз, ескі қаладағы жасыл жаға аталатын көше бар. Сонда барсаңыз, қыз-жігіттер көшеде қаз-қатар темекі шегіп отырады. Солардан Жора керек еді деп сұрайсыз. Сығанға ұқсас бұйра шашты ұзын бойлы жігіт Жора, содан сұрайсыз. Ол сізге сенбеуі де мүмкін, менің атымды айтасыз. Ол қарызын қашан қайтарады десе, 1 жетінің ішінде әкеліп береді десеңіз болды. Бұл жолы нақты ақша бермесеңіз сатпайды. Ақшаңыз бар ма деді. Бар ғой, оның нарқы қандай? Сіз саудаласа алмайсыз, сондықтан маған 5000-дық ұнтақ бер десеңіз жеткілікті. Қазірше маған ол да жетеді деді.
Уәде берген соң орындау шарт, тәуекел деп сұр жигулиге міндім. Жаныма Лираны да тандырдым деген бұқа мойын серікті алдым. Оны жаныма ертіп алғаным дұрыс болған екен. 1001 түнді дәл тапты. Машинамызды қаңтарып қойып, түнгі клуб алдына жарты сағаттай тұрдық. Шөп қажет пе, ұнтақ қажет пе деп бізге тірі жан жоламады. Клубқа кіріп шығып жатқандардың дені жастар. Бұлардың ішінде нашақорлар көрінбейді ғой, дедім мен. Ойын күлкі түн жарымда басталады, сол кезде сатылатын шығар әлгі бәлелер, деді Серік. Қой, қарындасымыздан айырылып қалармыз, басқа нүктесіне барайық. Оның ломкасы әлгінде басталған деп едім. Серік, өлмесе өміре қапсын. Сол ерке тотай шолжан қызға неге жаныңыз аши қалды, деді. Мен іштей, Лира тісіңізден шығармаңыз деп еді, мынаған неге айттым деп өкініп те тұрмын. Әкесін қызын сынап ақыл айтатын біз емес, біз олардың есігі алдында жүрген жалшымыз. Жігітім, қожайынның қызына бас-көз болу міндетім. Ломкасы ұстап, шыдай алмай, өзіне өзі қол жұмсаса, әкесіне қай бетімізбен қараймыз. Жаның қиналмай, мол ақша тапқаныңа шүкіршілік жасамайсың ба, дедім. Серігім басы салбырап тұрды. Рас екен-ау, командир. Қалекең секілді жағдайымызды жасап жүрген ешкім жоқ.